Жеті ата қазақ халқының дәстүрлі санасындағы адамның ата жағынан тегі таратылуының нақтылы жүйесі. Бала өзінен бастап әкесі, атасы, бабасы, арғы атасы, түп атасы, тек атасының нақтылы есімдерін кішкентайынан жаттап өседі. Бұл видеоматериалда Қордай ауданындағы номер 4-ші Балжан Бөлтірікова атындағы мектеп-лицейінің 3-ші А сынып білім алушысы Қомшубай Али Мусаның әулетінің шежіресі сөз болмақ. Қомшубай Али Муса орта жүздің ішіндегі арғынның Жәутік руынан тараған ұрпақ. Ол осы зерттеу жұмысында өзінің ата-бабасы туралы ақпараттарды атасы Қомшабай Әбдіғалиұлының өз аузынан естіп білгендігін алға тартады. Мынау сенің 9-шы бабаң. Таңыбай Бекназарұлы. Бұл кісінің аты батырлардың лақап аттары болған. Арқаның Ақсұңқары деген лақап атпенен бұл кісі соғысқан, сол кезде жүрген. Бұл кісі өзі сол ру батыры болған. Арқа батыры болған. Таңбай батыр Али Мусаның 9-шы атасы, 1670-1755 жылдар аралығында өмір сүрген қолбасшы. Тәуке ханнан бастап Абылай ханға дейінгі аралықта хан әскерінің құрамында болған. Абылай ханның барлау әскерін басқарған. Арқаның Ақсұңқары деген лақап атпен Арқа жерінде танымал болып, ұлы жүз бен орта жүздің арасында дипломатиялық келіссөздер жүргізумен тарихта аты қалған. Жәутік Таңбайұлы ақылды, сабырлы, салмақты, шешен, көсем кісі болған. Өз әулетін басқарып, Таңбай батыр қайтыс болған соң 3 ай жол жүріп отырып Түркістан жеріне әкесінің сүйегін жеткізген. Сабыр Жәутікұлы, әкесі Жәутіктің сүйегін Таңбай батырдың жанына жерлеген еңбек адамы. Қаратышқан қажы, қажы атағын Абайдың әкесі Құнанбайдан кейін иеленген 2-ші қазақ. Мекке Медине қаласына сапар шегіп, қажылық парызын өтеген діндар адам. Аймағамбет Қаратышқанұлы 1901-1907 жылдар аралығында ауылда би қызметін атқарған саясаткер. Шет ауданның Мойынты Киік станциясын басқарумен аты қалған. Әбжан Аймағамбетұлы Алашорда партиясының белді мүшесі, Мәди Бапиұлы Сәкен Сейфуллинмен достық қарым-қатынаста болған. Қарқаралы түрмесіне ұлттық идеяларды қолдаған үшін 4 рет жабылған деген дерек сақталған. 1930 жылы колхоздастыру кезінде Қырғызстан жері арқылы Қытайға көшпек болған. Бірақ Қызыл әскердің араласуымен елге қайта оралған. 1932 жылы жалған жаламен 10 жылға сотталып, 1989 жылы наурыз айында ақталып, есімі ұрпағына қайта оралған. Өрімші, қолынан ертоқым, қамшы секілді ат әбзелдерін өрумен айналысқан еңбек адамы. Әбдіғали Әбжанұлы ақылды, сабырлы, батыл кісі. Өмірден көргені мен түйгенін ұрпағына үйретіп, саналы тәрбие берген салихалы отағасы болған. Қомшабай Әбдіғалиұлы Али Мусаның атасы. Діл жолын ұстанатын, ісіне адал, еңбекқор кісі. Қазіргі таңда ол Қордай ауданындағы Қақпатас ауылында би сайланып, қызмет атқаруда. Мәди Қомшабайұлы Али Мусаның әкесі, адал, ақжарғын, балаларына таутылға. Қасапшылық қызметпен айналысады. Оның атқарып жүрген адал еңбегі қазақтың ата кәсібіне жатады. Сондықтан Али Муса да әкесі секілді қазақтың салты мен дәстүрін, әдет-ғұрпын жалғайтын азамат боламын дейді. Бүгінгі жас ұрпақ өз елінің, жерінің тарихын, ата-бабаларымыздың тарихын білуі және оның жақсысынан үйреніп, жаманынан жиреніп қорытынды жасауы, сабақ алуы тиіс. Осы тұрғыдан қарағанда Али Мусаның атаның жолын, бабаның салтын ардақтайтын жоба таңдағаны көңіл қуантады.